керек па? Кратер. Принять имя. Помогать. Вот. Саламатсыздар. Армысыздар, кеш жарық, құрметті оқырмандарым. Маған тікелей эфирге шақырған қонақтарым кірді ме екен? Керекеуліктер кірдіңіздер ма? Саламатсыздар, саламатсыздар. Саламатсыздар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Оразгүл Асанқызы, біздің ортамызға қош келдіңіз. Сізді барлығымыз асыға күтудеміз. Өзіңіздей нағыз ұлт жанашыры, өзіңіздей асыл ана, әдемі әже, қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері мен бүгінгі таңда Павлодар қаласындағы дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия ұжымымен, біздің оқушыларымызбен, ата-аналар қауымдастығымызбен уақытыңызды тауып, сыр бөлісуге келіп отырғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Рахмет айналайын. Барлық жақсы тілектерің Алладан қайтсын, Алла разы болсын. Рахмет айналайын. Рахмет. Енді өзіңіздің міне бүгін біз үшін шынай, менің өзім үшін осы мектепте бірнеше жыл қатарынан жұмыс істеп келе жатқан мұғалім ретінде сіздей өмір жолын бірінші мен сияқты мұғалім болып бастаған қоғам қайраткерінің біздің балаларымыздың алдында шынайы өзінің ой бөлісетіндігіне шынайы ризашылығымызды қабыл алыңыз, және біздің осы шақыруымызды қабылдағаныңыз үшін сізге рахмет айтамыз. Мен енді сізді, Оразгүл Асанқызы, бірінші сұрақты әріптес ретіндегі сонау, өзіңіз бірінші еңбек бастаған сол жылдар 1973 жылға бұрғым келіп отыр. Әңгімемізді бастамас бұрын сол шаққа бір кішкене саяхат жасап, мұғалімдік жолыңыздың басталуы, мұғалімдіктен осындай қоғам қайраткері, мемлекет қайраткеріне айналуыңыздың жолына бір шолу жасап өтсеңіз. Рахмет айналайын. Кеш жарықтағыда енді қосылған оқырмандарым, бүгін мен Павлодарлық Дарын мектебінің, Абай атындағы Дарын мектебінің ұжымының шақыруымен әлеуметтік желіге шығып отырмын. Бізді қосылып бірге тыңдайын деген барлықтарыңызға ризашылығымды білдіремін. Мен енді өзің білетіндей, сол 1970 жылы мен өзі Жамбыл облысы Шу ауданының тумасымын. Бірақ сол оқуды бітіргеннен кейін 1970 жылы Сарыағаш ауданының Түлкібас облысының, Түркістан облысына, Сарыағаш ауданының Жамбыл колхозына келін болып түстім. Сол Жамбыл мектебінде мұғалім болып бастадым. Мен институтта жүргенде Компартияның қатарына енгендіктен келгенде бірден сол аудандық партия комитетінің мүшесі болдым. Содан маған жылда әйтеуір бір қызмет ұсынатын, өзім жас, өзім коммунист дегендей. Мен бірінші таңдағаным сол аналық борышымды орындап, Алланың берген бала шағасын дүниеге әкелгенше қатардағы мұғалім болып жүрдім. Балалардың бәрі төртеуін дүниеге әкелгеннен кейін көрші совхозға мектепке директор болып бардым.
сол мектеп директорліктен кейін Сарыағаш қаласында Қаныш Сәтбаев атындағы мектеп интернатқа директор болдым. 1985 жылы орталық комитеттің қаулысы шықты, мына биыл Нұр Отан шығарып жатқандай 30% қызметке, билікке әйелдер келу керек деп. Сол 1985 жылы Түркістан облысы Бәйдібек ауданына аудандық партия комитетінің хатшысы болып бардым. Менің мынау партия совет қызметіне араласуым сол 1985 жылдан басталды. Сол ауданда 3-ші хатшы, 2-ші хатшы, председатель райисполком болдық. Қайтадан келін болған Сарыағашыма әкім болдым. Жалпы Түркістан облысында сол 98 жылға шейін жұмыс істеп, жоғарғы кеңестің депутаттығына көтерілдім Алматыға. Астанаға 98 жылы келіп, 14 жыл қызмет істеп, парламенттің 5-ші шақырылымына депутат болдым. Сол қысқа өмірбаян. Рахмет, айналайын. Келесі сұрағымды қоя берме. Жақсы, аға. Байланыс кішкене тежеліп тұр екен, сондықтан енді бұл әрине ақаулық. Дегенмен міне өзіңізбен осындай сұхбат алудың бір жолы түскеннен кейін сіздің қаншама міне тілге, әсіресе еліміздің тіліне, ұлттық құндылықтарға үлес қосып жүргеніңізді өте жақсы білеміз. Әрбір айтқан сөздеріңіз, әсіресе бүгінгі ұрпақ, ертеңгі еліміздің азаматтары үшін үлкен бір мектеп болатын дүние екенін шын мәнінде мойындаймыз. Енді сіздің қазіргі кезде өзіңіз 3 байлық деген қоғамдық бірлестікті басқарып жүрсіз, басшы ретінде. Осы сіз үшін бүгінгі заманғы 3 байлық сол жайында айтып өтсеңіз. Енді ол қазақтың үлкен мақалына негіздеп алынған. 1-ші байлық денсаулық, 2-ші байлық оңсаулық, 3-ші байлық ақжаулық деп. Жалпы мынау қазір қол бостау, қарасам осы жұрттың өзін тануы, өзін өмірдегі орнын табуға сәл де болса көмегім тисін деп осы 3 байлық қоғамдық бірлестігін аштым. Сөйтіп лекция оқыдым. Ондағы 1-ші байлық денсаулық. Денсаулыққа ең керегі ауа, оны мынау коронавирус әбден дәлелдеді. Мен сол лекциямды оқығанда айтатынмын, адамға ең бірінші не керек десем, ешқайсысы айта алмайды. Мен айтамын, ауа керек. 1-2 минут ауа жұтпасаң, бірден кетіп қаласың. Ал тамаққа да басқасына да шыдауға болады деп. Денсаулыққа ең қажетті өкпе демалатын таза ауа. Сондықтан жастардың барлығын айтатыным, компьютердің, телефонның алдына шықпай отырып алмай, күнделікті кем дегенде 1 сағат таза ауада демалу керек, жүру керек. Екіншіден су ішу керек. Кез келген ағзаға ең керек, екінші керек нәрсе су. Салмағың қанша болса, содан 100 ұстап, әрбір 30 килограммға жарты литрден су ішу керек. Мысалы, мен күніне 2 литр су ішемін. Ол жылы су болу керек. Оның жарты литрін таңертең ішкен өте пайдалы аш қарынға. Одан кейінгі адамға керегі көңіл күй. Адам көңілді жүретін болса, оған еш нәрсе де болмайды. Не болса соған ренжіп, кім болса соған өкпелеп, жаманшылықтан қорқып, ренжіп жүрген нәрсенің барлығы адамның өмірін қысқартады, денсаулығын бұзады. Сондықтан барлық уақытта көңілді жүру керек. Күніне 200 мәрте күл дейді психологтар. Сондықтан мынау сықақ айтатын, әзіл айтатын, өмірдің қиыншылығының бәрін бұлай әзілменен өткізіп жіберетін адамдардың жасы ұзақ болады. Не болса соны ойлай бермейтін. Одан кейінгі тамақты адамның асқазаны қосалақанымен бірдей екен. Қосалақан бұзса адамның асқазаны шығады екен. Соншалық ғана тамақ ішуіміз керек бір ішкенде. Оның 3-тен 1 ауа болу керек, 3-тен 1 су болу керек. Қалған 3-тен 1-не 32 мәрте шайнап, сұйық болған кезде жұтсаң, асқазаның ешқашан ауырмайтын болады. Жалпы адамның одан кейін қозғалыс, әртүрлі жаттығулар бар, ағзаның барлық әр мүшесіне арналған. Сол жаттығуларды жасау керек. Адамның бәрін жақсы көру керек. Сені біреу жақсы көрсін десең, сен жұрттың бәрін жақсы көрсең, жұрт та сені жақсы көреді. Барлық нәрсе қайтарып келеді деп денсаулық туралы айтатынбыз. Одан кейінгі оңсаулық деген
кез келген адам өмірден өзінің асырау үшін, орнын табу үшін, абай айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан дегендей, өзінің бір жұмысын, кәсібін тауып алу керек. Ол үшін қазірден бастап мен кім болам деп. Мысалы, ата-ана балаға сыншы дейді. Ата-аналар балаларының икемін кішкентай кезінен біледі. Біреу кішкентай кезінен домбыраға жүгіреді, біреу сурет салуға, біреу жаңағы темір терсекпен ойнауға, біреу ағашпен ойнауға. Сол кезден бастап балаларына қай кәсіпті игерсін десе, сол кәсіптің ең мықты игерген адамдардың өмір баянын оқыту керек. Өмір баянын оқып, сол адамға еліктеп өссе, сол жұмыстың қыр-сырын біледі. Жалпы адам өзінің кәсібін таңдаған кезде еш жаңылыспау керек. Балаларға ата-ананың беретін ең үлкен нәрсесі жақсы мінез қалыптастыру керек, сосын кәсібін таңдауға міндетті түрде көмектесу керек. Міндетті түрде жоғарғы білім алу шарт емес, өзінің қолынан келетін, өзінің жүрегіне ұнайтын жұмысты табу бұл өте керек нәрсе. Сондықтан балаларды қаражатты жинауға, өз жұмысын жақсы меңгеруге балалар үйрету керек. Үшіншісі, өмірлік жарын таңдау. Онда айтады ғой қазақ, 6 жастан бастан асасың, 7 жастан бастасаң жетесің дейді. Кішкентай кезінен ұлдарға сен шаңырақ көтересің, сен үйленесің деген әңгімені айту керек. Сүндеттелген кезден бастап сен мұсылмансың, мұсылманның мынандай құндылықтары бар. Сен алған келіншегіңді асырауың керек, бала-шағаңды бағуың керек, шаңырағыңды шайқалтпауың керек, таза болуың керек, адал болуың керек, әділ болуың керек деген әңгімені. Үйдегі қарындасыңа, әпкеңе қамқор бол, кейін алған жарыңа да сондай қамқор боласың деп ұлдарға. Қыздарға сен бұл үйде қонақсың, сенің баратын үйің бар, сол үйіңді тауып ал ертерек. Жалғыздық Аллаға ғана жарасқан, қалғанның барлығы жұппен болу керек. Ең үлкен нәрсе өмірлік жарыңды таңдау. Үйіңде күніге жұмақ болсын десе, таңдаған жарың лайықты болу керек. Мінекей осы нәрсені айтатын 3 байлық деген лекциям бар. Рахмет. Қашанда өзіңіздің де осы үш байлығыңыз қашанда қасыңыздан болсын. Әр қазақтың үйінде осы 3 байлықтың болғанын қалаймыз. Сондықтан да бүгін сізбен осы жерде өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің аузыңыздан, өзіңіздің тікелей қарап отырып, балалар көрсін, ата-аналарымыз көрсін деп ұйымдастырып отырмыз. Енді сізге тағы қоятын сұрақ, өзіңіздің көптеген кездесулеріңізді көріп жүрміз теледидардан, сұхбаттарыңызды оқып жүрміз. Сонда көбінесе сіз әсіресе ұлттық құндылықтарға көп тоқталасыз. Соның ішінде әке тәрбиесі, ана тәрбиесіне. Осы жерде енді бізді көріп отырған мына жерде балаларымыз бар, олардың ата-аналары бар. Бүгінгі заманның, қазіргі заманауи жағдайда енді көбінесе қазіргі кезде біз заманға көп итеретін болдық қой. Дегенмен де бүгінгі заманда әке қандай болу керек, ана қандай болу керек? Жалпы, кешегі кеңес үкіметіндегі біздің ең үлкен кемшілік, бұл жеке-жеке ұлттардың, кеңес одағын құрайтын ұлттардың құндылықтары, олардың ұлттық педагогикасы, халықтық педагогикасы зерттелген жоқ, зерделенген жоқ. Өйткені зерделеп, оны балалардың жаңағы жүрегіне жеткізетін болса, әр ұлт мықты болып кететін болды. Сондықтан кез келген ұлтты жеңіл басқару үшін, оның өзінің құндылығынан, өзінің тамырынан, өзінің ұлттық тамырынан ажырату үшін бізде советтік психология, советтік педагогика болды, ал біздің ұлттық педагогикамыз, психологиямыз зерттелінген жоқ. Тіпті үлкен оқу орны Казгу мен қыздар педагогикалық ол кездегі институт, қазір университетінде ғана педагогика, психология кафедралары болды, басқаларда ондай кафедрада да болған. Мен депутат болғанда осы мәселені қозғап, қазір Құдайға шүкір барлық педагогикалық институттарда кафедралар ашып, психологтар дайындалып, мектепте аз да болса 1-2 психолог бөлініп жатыр. Ал енді әлі де болса халықтық педагогика, ұлттық құндылық, психология толық зерттелген жоқ. Сондықтан жастарға, мен тыңдап отырған жастарға, осы саланың маманы болған дейтін болса, тақырып өте көп. Біздің ата-бабамыздың мәдени мұрамен 100 томдығы шығарылды. Сол 100 томның ішінде біздің ұлттық құндылығымыз, ертегіден бастап аңызымыз, жырымыз, айтысымыз, эпосымыз барлығы шығарды. 100 томдық.
сол 100 томдықты мынау тұсаукесерін жасаған кезде Сауытбек Абдрахман қазіргі мынау мәжілістің депутаты айтады, ол кезде ол кісі министрлікте істейді. Шетелдегі келген елшілер, сіз шатасып тұрған шығарсыз, 10-15 том шығарды. Жоқ, 100 томдық. Сондықтан біздің ұлттық құндылығымыз, мәдени мұрамен шыққан бабалар сөзі 100 том. Соның кез келген алып оқып жастар, өзінің бойына өлшеп, осы ұлттық құндылықты психологияны жазатын болса, кешегі Міржақыптың, Мағжанның педагогикасын оқитын болса, Советхан Ғаппасов деген ағамыз бар, көзі тірі бар қазір. Ол кісі әрі педагогика, әлі медицина ғылымының докторы, сол кісінің керемет кітабы бар. Соғында ол кісі айтады, мынау жалпы отбасының құндылығы, ұлттың құндылығы, бұның барлығы жаңағы алғашқы неден басталады. Осы ұлдың мен қыздың тәрбиесінен басталатындығы. Ал енді ұлдың қыздың тәрбиесіне келген кезде біздің қазақ текті халық, ол 7 атадан қыз алыспаған, кешегі Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның тура жолы деп Өтебайда Тілеуғабыл ағамыздан сұраған екен. Жәнібек хан, сен барлығы ауруды емдейсің, осы қай ауруды емдеу қиын дегенде, ол кісі айтады, тұқым қуалайтын. Ал енді тұқым қуалайтын аурулар болмас үшін не істеу керек дегенде, 7 атадан дейін қыз алыспау керек дейді. Мінекей сол 7 атадан қыз алыспағандықтан біздің қанымыз, тегіміз таза. Оны кеше ғана 90-ға толып отырған Оразақ Смағұл ағамыз айтады. Мына адамның, ол кісі мүрделерді барлығын зерттеп тексерген антрополог кісі ғой. Сонда ағзаның мықтылығын шашты керіп лабораторияда тексереді екен. Қанша уақытта жыртылады, теріні керіп, сүйекті, тісті жаншып деген сияқты. Сонда ең мықты ағзалы, яғни текті қалыптығымыз осыдан. Бұған бәрі қалай қол жетті? Тазалықтан. Сондықтан мына жоғарғы кластың балаларына, қыздарына қазір ондай сабақ жоқ, бірақ мен өтінемін, ондай сабақты оқитын азаматтар бар, шақырып факультатив ретінде. Біз педагог болуға дайындаймыз, дәрігер болуға дайындаймыз, агроном болуға дайындаймыз, жер қатынастарының маманы, біз әке болуға, ана болуға дайындамаймыз. Сондықтан әке, ана болуға факультатив сабақ ретінде сендерге үлкен рахмет. Мені тыңдасын, осы әңгімені естісін деп отырған. Жалпы Советхан Ғаппасов ағаларының, Мағжан Жұмабаевтың, Міржақып Дулаттың психология педагогикасын оқып, жаңағы 100 томдық кітаптың іштеріне керектерін оқып, білімдерін жетілдіру керек. Ал енді психолог, педагог болам дегендерге жол ашып, оқу орнына түсіп, адамның тәні де бар, жаны да бар, осыны білу керек. Сонда ең бірінші мынау тазалық. Айналып келген ұл балаларыма айтарым, кез келген адамның ағзасы тазалықты күтеді. Біз мұсылманбыз, әлхамдулилла, мұсылман болғаннан кейін біздің таза жүруіміз керек. Сондықтан мен қолымнан бәрі келеді деген, маған еш нәрсе жұқпай деген деп ойға, қырға яғмай бойларында әсіресе жыныс мүшелерін таза ұстау керек. Қазір көп деген отбасы құрылады, көп деген азаматтар бала көтере алмай жүреді. Өйткені сол ер азаматтардың өзі бір азғантай ғана микробтар я басқа түсетін болса, соның өзі ертең бала болмауына әсер етеді. Ол кісі айтады, қазіргі заманның тажал арақ. Осы арақ ұл балалардың ағзасына түскенде 7 күнге шейін ол ағза қаны тазаланбайды екен. Ал енді қыздарымызға түссе 28 күнге шейін тазаланбайды екен. Сондықтан қыз балалардың бойында айналып кетейін, қыздарым жоғарғы кластың қыздары. Сендердің бойларында, сендердің әке шешелеріңнің, әулеттеріңнің, елдеріңнің, ауылдарыңның намысы тұр бойларында. Осы намысты, осы абыройды, осы тазалықты қыздың жолы жіңішке дейді, өзінің егесіне аман есен ақ некелеп барғанға шейін қазақта қол ұстатар деген салт дәстүр болған. Бұрынғы біздің ата-аналарымыз тұрмысқа шығатын адамы анық болып құдаласқаннан кейін жеңгелер қолын ұстатып бір-біріне, содан кейін қол ұстатар алған. Енді қазір жаһандану ойбай ондай болмағанмен сендер осы нәрсені біліңдер. Ол сенің бірнеше жігітпен жүрерсің, бірнеше жігіт сөз айтар, қымызды кім ішпейді, қызды кім айттырмайды дейді. Бірақ та айналып кетейіндер, қол ұстатудан артығының барлығы артық екен. Бұл қазақтың салт дәстүрі, осы нәрсені сақтау керек. Бойын таза сақтау керек.
қазір ешкімнен жасырын емес, қыздардың ана жерге тастап кетті, мына жерге тастап кетті деген нәрсенің барлығы осы біздің ұлттық құндылығымызды, қазақ қызының тән емес қылықтарды, әдеттерді бойына сіңіргеннен болады. Сондықтан ұл балаларда, қыз балаларда өздерінің бойын таза сақтау керек. Екінші, Советхан Ғаппасов ағамыздың кітабында айтады, бұл ана құрсағындағы 9 ай дейді. Ана құрсағындағы 9 ай дегенде ертең ұл балалардың келіншегі болады, я болмаса өздерінің жеңгелері, аналары бар. Қазақта құрсақ шашу деген бар. Бұл қазақта ғана. Макаренко айтады, баланы туа салып тәрбиеле дейді. Біздің атам қазақ айтады, баланы ананың құрсағына біткен кезден бастап тәрбиеле дейді. Өйткені келінге жағдай жасаған. Кейбір тойларда айтып жатады енелері, ой, мен келінімді қызымдай көремін деп. Нағыз қазақтың енесі келінін қызынан артық көрген. Өйткені келіні соның ұрпағын дамытады. Анау келін ененің топырағынан деген, келін сол ене түскен топырақ, ене қай топыраққа дән егіп атса, келін де сол топыраққа дән егіп жатыр. Сондықтан екеуі бір топырақтан көктеп көксеп жатыр. Сондықтан ене келін бойына бала біткен кезде шексіз қуанған. Шексіз қуанғаннан кейін олар соған құрсақ шашу берген. Сонда абысын ажындарын шақырып айтқан, мына менің келінім бойына бала бітті, енді бұның жергасын қандырыңдар. Оның көңілін көтеріңдер. Егер келін көңілденіп жүретін болса, еш нәрсеге ренжімейтін болса, онда ол бала жақсы туылады, денсаулығы мықты болады. Ал енді қазір біздің келіндердің бәрі жұмыс істейді, біреуі мектепте істейді, біреуі ауруханада істейді, біреуі әлеуметтік салада істейді. Ол жерде жаңағы басшылары ұрсады, ауыр азаннан кешке шейін жұмыс істейді. Мен сондықтан өзімнің алғашқы посттарымда жазғанмын. Осы кез келген мекеме, кез келген мектеп құрсақ шашуды қайтадан әкелсе екен, мектептің кіреберісіне іліп қойса, биыл біздің мектептегі ең сұлу апайларың деп. Яғни оқушы бала біледі, мына апайды ренжітуге болмайды. Оқушы қыздар біледі, ата-аналар біледі, ұжым біледі, мектептің басшысы біледі. Жалпы қазақ бала көтерген әйелді ең керемет сұлу келіншек деп атайды. Сондықтан осы құрсақ шашу, мен алып кетейін жоғарғы кластың балалары, мен тыңдап отырған ер азамат ата-аналар, қазақтың санын көбейтемін деп құрсағына бала көтеріп жүрген келіншектерді кез келген жерде сыйлаңдар, төбелеріңді көтеріңдер. Біздің көптеген қазіргі ажырасулар, кешегі ата-бабаларымыздың басынан өткен қиыншылық ұрпағында қайталанады екен, жеті атаға шейін. Біз жеті ата деп бұрын тек қана ұл жағынан санайтынбыз. Мен қазір тектану деген сабақты оқып жүрмін. Әлия Сағынбаева Қазақстандағы ең бірінші ұстазымыз. Сол сабақта тек қана ұл жағынан емес, қыз жағының да әсерінің көп екенін айтады. Оны атам қазақ бұрыннан мойындаған, қазақ айтқан, үйдің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашыдан деп. Сондықтан кез келген бала дүниеге келетін кезде оған 50%, жаңа 46 хромосомның 50% 23-і әкесінен, 23-і анасынан келеді. Сондықтан әке жағынан да, ана жағынан да келіп, қазір олардың басынан өткен қиыншылық ұрпақтарда қайталанып отырады. Өйткені ол қанмен беріледі. Ал өзінің әке-шешесінің екі жағынан қаны 50 болса, әкесінің әкелері мен нағашы аталарынан 25, одан арғы аталарынан 13,5, одан кейінгісінде 7,5, одан кейінгісінде 3,5, одан кейін 1,5, сонда 7-ші атада барып 0 болады екен. Мінекей бұны біздің бабаларымыз бұрыннан біліп қойған. Сондықтан біз осы кейбір әулеттерде, мысалы, жаңағы қыздар тұрмысқа шығып қайтып келіп жатады. Бір әулеттерде ер азаматтар белгілі бір жас, 39 жасында, 47 жасында өмірден озып жатады, әртүрлі жағдайменен. Осындай жағдай болса, тұрмыс құрмай тұрып, менің тек тамыр мен тағдыр деген осы сұхбатым болған күнгі инстаграмға парақшамда тұр, телефондары барлық тектанушылардың барып, соның барлығын мен ұрпағымды, ата-бабамның әулетін жалғастырамын, оны жаңғыртамын, жақсартамын деп алдарыңа мақсат қойып, соны өз-өздерің алдарыңа жаңағы қондырғы жазып, тазалап тастауға болады. Бұған дейінгі келе жатқан жаман қасиеттің бәрінен арылуға, жақсы қасиетті кез келген тектің өзінің
қасиеті, қадірі, рухани күші болады. Соны одан сайын күшейтуге болады. Мысалы, бір ұрпақтарда батырлар бар шығар, бір ата-бабаларында билер болған шығар, бір ата-бабаларың әнші болған шығар, суретші, композитор. Соның мықты қасиеттерін күшейтесіңдер, жаман қасиеттерін қалдырып кетесіңдер. Мінекей осындай кеткені деген. Сондықтан тұрмыс құруға, үйленуге жастарды қазірден бастап дайындауымыз керек. Егер бұлар таза болса, бұлардың ағзасы таза болатын болса, онда болашақ біздің ұрпақтарымыз керемет болады. Сол Советхан Ғаппасов ағаларың айтады. Мынау адамның бір тамшыдан пайда болып, содан 9 айда бала дүниеге келеді. Сонда анасының құрсағында оның денесінің 12 мүшесі ғана бітпейді, жанның 12 арнасы да сол жерде қалыптасады дейді. Яғни біздің ағзамыз 12 мүшеден тұрса, біздің ол тәніміз, ал енді сол жанымыз, ол жанымыз да 12 арнадан тұрады екен. Ол біздің түйсігіміз, ол біздің ұятымыз, ол біздің сүюіміз, ол біздің зердеміз, ол біздің табиғи қабілетіміз, ол біздің көру, есту, сезу, дәм сезу, иіс сезу, саусақпен түйсіну, осының барлығы ананың құрсағында пайда болады. Сондықтан ана көңілді жүрсе, осы қасиеттердің, қабілеттердің барлығы өте жақсы қалыптасатындығын айтады. Сондықтан біз өте бір жақсы тақырып қозғап отырсыздар. Біздің ұлттық құндылығымыз ата-бабадан келе жатқан. Мінекей қазір 18 мың ғаламда Алла тағала жаратқанда 9 мың ұлт болса, қазір 6,5 мыңы бар. Қағаны қайда кетті? Қағаны я басып алған басқыншылардың әсерінен, я өзінің көрші мемлекеттен өзінің нашар сезінуден, өзінің тілін пайдаланбағандықтан жоғалтып, ең соңғы адам сол тілде сөйлейтін өмірден озғанда Біріккен ұлттар ұйымының тілдер комитеті мына бейшара мына тілде сөйлеуші өмірден озды, мына ұлт өлді. Сөйтіп қазір 2,5 мыңы өлді, ал енді жаңағы 6,5 мыңның мыңнан артық адам сөйлейтіні 2 мың, мыңнан аз адам сөйлейтіні 4,5 мың. Яғни 4,5 мың ұлт өлуге дайындалды. Соңғы 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 адам, 999 адам қалған, бұл 4,5 мың. 2 аптада бір ұлт өліп отыр. Ал енді мыңнан артық сөйлейтін 2 мың. Сол 2 мыңның ішінде қазақ тілі Құдайға шүкір 70-ші орында. Енді біздің мақсатымыз, әсіресе сендердің кереку жерінде, сол 70-ші орында тұрған қазақ тілін 7-ші орынға апару. Руза апайдың өзін, жалғыз өзін жалбыратпай, бәрін сол тілді сұрасаңдар магазинге барғанда. Ол кісі бар қазақша сөйлесе, ана кісіні бір инопланетян сияқты көреді. Бәрін қазақша сұрасаң, мынау Қазақстанның жері екен ғой дейді. Сондықтан біз өз тілімізде сөйлеуіміз керек, өз тілімізде сұрауымыз керек. Таңертең тұрғаннан нанға барасың ба, сүтке барасың ба, ауруханаға барасың ба, дәріханаға барасың ба, банкоматқа барасың ба, қай жерде барсаң қазақша сұрасаң, бұл нағыз Сұлтан Махмұд Торайғыровтың күн сөнгенше сөнбейміз деген өлеңінің авторы шыққан жерсіңдер сендер. Сондықтан алаш туын сөндірмейтін жастар айналып кетейін. Сұлтан Махмұдтың өлеңін, Мағжанның өлеңін жаттап алып, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болып, бір күн өмір сүрсең де өз жеріңде, өз тіліңде, өзіңнің құндылығыңмен, өзіңнің қасиетіңмен өмір сүруің қажет. Бұл өте керек. Санымыз Құдайға шүкір жетті. Біз алғаш тәуелсіздік ала салып, неге осы тілді сұрамадық десек, біздің демографиямыз жетті. Заң болды мемлекеттік тіл, қазақ тілі деген. Қазақ тілінің лингвистикалық базасы болды, ол ешқандай тілден кем емес. Қазақ тілінің бай екен, Малов, Радлов, Миллеранский деген лингвистердің бәрі айтады. Казахский язык, богатый язык, образный язык, музыкальный язык. Когда казахи говорят, как будто поют, пестрят пословицами. Сондай бай тіліміз бар. Жақында ғана мынау Қарағандыдағы керемет кәсіпкер Ерлан Әшім деген ағаларымен сұхбат өткіздім. Сонда ол кісі кеше тың игеру кезінде құрылған елді мекенде тұрған ауылда, балабақшада орысша, мектепте орысша, Абайды барлық кітапты орысша оқыған ғой. 10-11 жасқа келгенде мен неге орысша сөйлеймін деп ойланып, жай кітаптарды оқып қазақ тілін үйренгеннен кейін, сол 20-ның ояқ бұяғында Абайды қазақша оқыдым дейді. Сонда орысша аударғанда жақсы аударған дейді, бәрі жақсы түсінді. Ал енді қазақшасын оқығанда,
қандай керемет, екеуі жер мен көктей. әрине. Сондықтан қазақ тілі орыс тілінен ешқандай да кем емес, кемсітіп отырған өзіміз. Сондықтан көздеріңді ашыңдар, өздеріңнің қазақша сөйлегендерің аз. Кезінде Ахмет Байтұрсыновтың мерейтойына шақырғанда марқұм Зейнолла Қабдолов айтып еді, Оразкүл, біз орыс тілді қазақ болып бөлінбейік. Әрбір қазақ тілді қазақ 10 орыс тілді қазақ тіліне үйретсе, сол бізге олжа деп. Сондықтан мен өздерің көріп отырсыңдар, қазір Динара Сатчан, тағы да сондай орыс тілді жұрттармен сұхбат жасап жүрмін. Сендер де Павлодардың жерінде бөліп алып орыс тілді мектептерді. Неге сен орыс классында оқып жүрсің деп қазақтың балаларына. Орыс тілін онсыз да үйретеді. Русский мир телефонымызға басқаның бәріне салып тастады. Ал енді қазақ болып туылып қазақ тілін білмеу, ол нағыз ұлт. Тіл деген ол мәдениеттің де, спорттың да бәрінің алдында ұлттың көрсеткіші, ұлттың төлқұжаты бұл қазақтың тілі. Алла тағала айтады, мен сенің әрқайсыңды өзіңе лайық түр бердім, өзіңе лайық тіл бердім, өзіңе лайық дін бердім, тіл бердім дейді. Мынау 7 миллиард жер бетіндегі адамның 7 миллиардының бас бармағының ізі 7 миллиард түрлі Құдайдың құдіретімен солай жасалған. Сондықтан әр ұлтқа, жаңа 1000-нан асатын 2000 ұлттың әрқайсының өзіне лайық тіл берген. Әркім ол тілде сөйлемесе, Алла тағаланың бізге берерін тоқтатып тастайды. Мынау Финляндия деген ел бар. Ол елде біз сияқты алдымен шведтердің, одан кейін орыстардың қол астында болған. Содан фин тілін ұмытып, біз сияқты болып қалған кезде, сонда экономикасы да, әлеуметтік жағдайда өте нашар болған. Үйлері батпаққа батып, бруцеллез, туберкулез, қан ауруы болды. Содан Шнельман деген біреу үйме-үй, ауыл-ауыл шығып, бізді жаратушы фин қып жаратты. Бізге фин тілін берді. Біз фин тілін тіктемесек, біздің экономикамыз, әлеуметтік жағдайымыз жөнделмейді деп, содан кейін солар фин тілін тіктеген. Қазір 200 мемлекеттің ішіндегі ең бай мемлекет Финляндия, ең білімді мемлекет Финляндия. Сондықтан алысқа бармай-ақ қояйық. Сіздердің ауылдарыңызда Мәшһүр Жүсіп деген керемет бабамыз жатыр. Айтқанның бәрі келген. Сол кісі айтады, 2013 жылдан бастап Қазақстанда қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болады. Бірақ ол заманның орнамауы қазақтың өз қолында дейді. Қазақ біріншіден тіліне еге болса, екіншіден діліне еге болса, ол кісі өмірден озарда осы тіл мен дінге шабуыл жасалынып жатыр еді. Сондықтан айналайын павлодарлықтар, сендер үлгі болуларың керек. Сендердің ауылдарыңда сондай қадірлі, қасиеті қандай азаматы, қазақтың айбынды азаматтары өмірден жүрген. Сондықтан менің сіздерден өтінерім, ұлттық құндылықтарыңызды таныңыздар, тіктеңіздер. Әрқайсыңыздың бойында мен қазақпын деп, қазақ болғаныңа мақтанып, қуанып, қазақтың тілінде сөйлеп, қазақша өмір сүрсек, онда барлығы жақсы болады. Жақсы күндер болсын. Келе жатқан барлық мерекелер тәуелсіздік күннің қарсаңында өздерің жүрген көшеде, өздерің оқитын мектепте, өздерің нан сатып алатын дүкенде қазақша жарнамасы жоқ нәрсе қалмасын. Жас еместіңдер. Біздің Алаштың арыстары Сталиннің алдына барып қазақтың мәселесін қойғанда Смағұл Садуақасовтар 21 жаста, 23, 24 жаста болған. Ол жасқа сендерге еш нәрсе де қалған жоқ. Қаз дауысты Қазбек жауға барып дауды шешіп, бауырларын алып қайтқанда 13 жаста болған. Төле би билік айтқанда 13 жаста болған. Әлгі болатын бала жас кезінде мықтымын дейді, болмайтын бала 40-ында жаспын деп айтады дейді. Сондықтан қазақ 13-те отау егесі деген. Ол енді 13-та отау егесі деген қазір үйлен деген сөз емес. Бірақ сен елдің, қоғамның, жұрттың қызметіне араласатын жастарсыңдар. Сондықтан өз өмірлеріңнің жақсы болып құрылуына қазірден бастап үлес қосыңдар. Тек өз бастарың емес, айналарыңа, әсіресе еліңе қызмет ет. Өзі Абай атындағы мектеп екесіңдер. Абай атам айтады 30 қара сөзінде. Өзің үшін өмір сүрсең, көп күйсеген хайуанның бірісің дейді. Елің үшін өмір сүрсең, Құдай сүйген құлсың дейді. Алла сендерді Құдай сүйген құл етсін. Амин. Рахмет. Кішкене байланыс жарайды. Апай, мына жерде енді үлкен жақсы сұхбат беріп жатсыз.
тұшымды, татымды, нағыз ел жанашырының, тіл жанашырының, ұлттық құндылықтың жанашыры ретінде сізді жақсы танимыз. Одан сайын қазір тәнті болып отырмыз. Мына жердегі пікір білдіріп жатқан кісілер де соны айтып жатыр. Аман болуыңызды тілейді, ұзақ ғұмыр сүруіңізді тілейді. Барлықтардың тілегін қабыл етсін. Енді осы жерде сіз тек қана қоғам қайраткері, тек қана өзінің маманы ғана емес, сонымен қатар үйде анасыз, әжесіз. Бүгінгі заманда әже ретінде өзіңіздің немерелеріңізден, яғни қазіргі заманның ұрпағына не күтесіз? Кейбір посттарыңызды оқыған кезде үнемі айтып отырасыз, Бауыржан Момышұлына соғып отырасыз, бүгінгі қорқынышты айтып отырасыз. Ел қай азамат болсын да әрине осы әженің тәрбиесіне, атаның тәрбиесіне назар аударғысы келеді. Сіздің пікіріңіз қандай? Осыны қысқа әдемі айтып өтсеңіз. Енді менің пікірім сол өзің естіп жүрген пікір. Әзілхан Нұршайықов сұрақ қойған ғой, Балкөнем, сіз батырсыз, неден қорқасыз деп. Сонда ол кісі айтады, баласына бесік жырын айтпаған анадан қорқам, немересіне ертек айтпаған ата әжеден қорқам, қазақпен қазақша сөйлеспегеннен қорқам деп. Сондықтан мен өзім әжемнің ертегісін естіп өскен адам, әйтпесе мен мұғалім болғанда физика пәнінің мұғалімі. Қазақ тілі мен әдебиетке қатысым жоқ. Қазақ тілі мен әдебиет менің сол отбасымның, әке шешемнің тәрбиесі. Сендердің де балаларыңды дарын мектебіне, қазақ мектебіне беріп отырған, мен тыңдап отырған ата-аналардың бәріне басымды иіп тұрып рахмет айтамын. Ой, мынау балам орысша білсе, ақшаны көп табады, ертерек дәу адам болады деместен, ана тіліндегі мектепке берген ата-аналарға шексіз рахмет. Менің әжем Рысбалада, мен Шу ауданы, Жамбыл облысының. Ол кездегі Дружба деген совхозда оқыдым, тұрдық. Сонда Украинская деген көшенің басында типті екі қабатты үй, орыс тілді мектеп болды. Ол менің үйіме 300 метр. Сол мектепке бермей, апам мені 4 шақырым жердегі Қорағаты ауылындағы қазақ мектебіне берді. Мен күніге апама ризашылығымды білдіремін. Өйткені орыс мектебіне барсам, мен бүйтіп қазақша сайрап отырмас едім. Ол кісінің ертектерін түсінбес едім. Сондықтан әр ұлттың өз тілінде сөйлегеніне жетпейтін еш нәрсе жоқ. Сенің оқушыларыңды осы қазақ мектебіне берген үшін әке шешесіне, ата тегіне үлкен ризашылығымды білдіремін. Мен барлықтарының тектеріне ризамын. Сондықтан ертек, жаңа 100 томдық бабалар сөзінің ішіндегі ертек кез келген жаста ата мен әжеге де керек. Өйткені ертек адамды қанаттандырады, шабыттандырады. Ертектің ішінде қиялың, әлгі жасымыз пәленге келіп отырса да, осы ұшып кететіндей болып қаламыз сол ертекті айтқанда. Құдайға шүкір, немерелерім бәрі қазақ мектебінде оқиды, ертек тыңдап өскен, тақпақтарын жаттайды, сабақтарын оқиды. Сондықтан келіп шаршап келгенде апа деп асылады, ата деп асылады, бізге одан өткен бақыт жоқ. Сондықтан балаларымызбен, немерелерімізбен бірге тұрамыз, жиендерге барып тұрамыз. Меніңше, біздің жасымыздағы ең үлкен бақыт немеременен әңгімелесу. Рахмет. Жалпы ата мен әже құшағы, мейірімі, естегені, олар балаларды жаңа шабыттандырғаны өте керек балаларға. Әрине, балым, немерем жаным дейді ғой қазақ, сондықтан әрине, ол енді шын мәнінде ғой. Сіздің хоббиіңіз кітап оқу, фитнес депсіз, е? Енді осы кітап оқығанда соңғы оқыған кітабыңыз және мына балаларға, әсіресе жас жеткіншектерге, қазіргі үлкен өмірге аттанғалы отырған 16-17 жастағы жеткіншектерге, жасөспірімдерге қандай кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Мен ең бірінші Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясын, өзі жазған Ұшқан ұясын, және Бауыржан Момышұлы туралы жазылған кітаптар. Серік Үмбетов Жамбыл облысының әкімі болып тұрған кезінде 30 томдығын шыққан, ол барлық кітапханада бар. Қазір мынау мен айтып отырған Ерлан Әшім шығарып жатыр Қасым кітапханасынан. Соны алып Бауыржан Момышұлын оқу керек. Қырғын соғыс болып отырған кезде, 41-ден 45-дің ортасында Москвадан жауды қорғап жүріп, Ілияс Омаровқа хат жазған Бауыржан Момышұлы. Сондықтан Бауыржан Момышұлындай патриот болам десе, соны оқысын. Содан кейін менің атым Қожа, Бердібек Соқпақбаевтың. Кеше Динара Сайын Мұратбековті айтып жатыр. Енді мен жаңағы Мағжанның өлеңдерін, жаңа арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенем деген Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңін жатқа оқысын.
күн сөнгенше сөнбейміз деп. Сондықтан оқитын кітаптар өте көп. Мен бүгінгі ең соңғы оқыған кітабым, екінші рет оқып жатырмын, Міржақып Дулаттың 5-ші томын оқып жатырмын. Жаңағы біздің жастар қазір зоологияда не оқитынын білмеймін. Нені Орбұлақ деген киноны көрген болсаңдар, сонда азғантай әскермен қалмақтың көп әскерін жояды. Былайша айтсаң, ертек сияқты. Шындығында солай болған. Неге? Өйткені біздің бабаларымыз өзі тұрған өңірде өсетін өсімдікті, жануар, жәндікті таныған. Біз қазір танымағандықтан шетелдіктер келіп тасбақамызды да әкетіп жатыр, жыланымызды да әкетіп жатыр, шөбімізді де әкетіп жатыр, тамырын да әкетіп жатыр. Біз оны танымайтынбыз. Сонда мына сасық теке деген шөпті түтетіп, орғазып қойып, сол шөппенен қанша адамды улап өлтірген. Атпай-ақ, аспай-ақ, оқ атпай-ақ. Сондықтан біздің бабаларымыздың керемет қасиеттері көп. Сондықтан қазіргі шығып жатырған киноларды Мұхтар Әуезовпенен Ілияс Жансүгіров мынау нені аралағанда Алатауды, албандардың ауылына барып, солардың қымызын ішіп отырып, сонда 300 өсімдіктің атын келтірген Ілияс Жансүгіровтың өлеңі бар. Сондай өлеңдерді тауып оқысын балалар. Нағыз дүниетаным құралы дейсіз ғой. Иә, апай, біршама енді уақытыңыз алып отыр екенбіз. Дегенмен сұхбатыңызға тура тояттамай отырмыз. Әрі қарай әңгімелескіміз келіп отыр. Әрі қарай сіздің нағыз әженің, тіл жанашырының, жаңағы шекер балды сөздерін тыңдағымыз келіп отыр, шын мәнінде. Енді мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазір қазақ әйелі, бүгінгі заманауи әйел, іскер әйел дейміз. Қазір енді іскер әйелден гөрі бизнес-вумен деген сөз, жақсы сөз пайда болды. Сіздің осы заманғы әйел заты туралы өзіндік пікіріңізді білгіміз келеді. Содан кейін мен сіздің осы кітап оқитын хоббиіңізді пайдалана отырып, сізге нағыз қазақ әйелінің, сұлу қыздың бейнесін қандай эпитетпен ашар едіңіз деген, қалай ашар едіңіз деп сұрағым келіп отыр. Жалпы енді қазақ әйелінің бұрынғы кейінгі деген образы жоқ. Қазақ әйелінде бір образ, жалпы Алла тағала әйелді жаратқанда ана болуға жаратқан. Ана болу. Біздің ең үлкен Алла маңдайымызға бүйтіп печаттап берген ана болу. Пайғамбарымыз айтады ғой, мен басқа пайғамбарлардан үмбетімнің көптігімен мақтанайын. Көбейіңдер, үйленіңдер, көбейіңдер дейді. Сондықтан ұлдар үйленеді, қыздар тұрмысқа шығады. Ең бірінші қыздардың қазіргі осы жоғарғы сыныпта жүргеннен ойлайтын нәрсесі, Алла тағала маған мынандай жігіт кездестір деп Құдайдан тілеу керек. Адамнан емес, басқадан. Өзіне анау түрі жақсы, басқа деп емес, иманды жігіттерді қазірден бастап соны армандау керек. Армандаса Алла тағала береді. Алладан тілеу керек. Айтады ғой, бәтіңкеңе бау керек болса да менен сұра деп. Сондықтан қазақтың қызы жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп өзінің болашақ жарын көз алдына елестетіп, Алладан тілеп, ең бірінші сол өзінің, мынау қазіргі жасыратын еш нәрсе жоқ. Қазіргі отырған үйлерің, әке-шешелерің маңдайларынан сипайды, қадірлейді, төрге отырғызады, өйткені қонақты төрге отырғызады. Сондықтан бұл үйде сен қонақсың, сенің өз үйің алдыңда күтіп тұр. Сол үй туралы ойлау керек. Сол үйдің жақсы болуы, сол үйге барғанда қалай ол үйді бақытты етесің, соған өз-өзің дайындау керек. Тамақ істеуге, киім тігуге, әке-шешені күтуге, ер азаматты күтуге өз-өзін дайындап, ең бірінші таңдайтын мамандығы әйел баланың қай уақытта да, қай заманда да тұрмысқа шығу керек болады. Мінекей осыны қалаймын. Қазіргі бизнес-вумен бәрі бола береді. Ең бірінші баратын үйіңді анықтап алу керек. Шығатын жігітіңді анықтап алу керек. Сөйтіп білімді болу керек. Өйткені Мұхтар Әуезов айтады, біз кімді жақсы көреміз дейді. Кімді сүйсек, кімді шексіз сүйсек, соған еліктейміз дейді. Біздің әкеміз қандай ғалым, керемет болсын, біз одан үйренбейміз дейді. Тезек теріп жаңағы жүрген анадан, өйткені біз одан емшегінен сүт емеміз. Сондықтан қазақ ел боламын десең, әйеліңді оқыт дейді.
оқытқанда оқудың жаңа кәсіби оқу емес, жаңа мен айтып отырған ана болатын, имандылық оқуды, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, күйеуін сыйлау, ата-енесін сыйлау, бала бағу сияқты кітаптарды оқу керек. Мінекей осыған дайындап, тұрмысқа шығып, тұрмыс құрып, Құдайдың берген балаларын туып алғаннан кейін кез келген әйел 40 жанды. Әйел еш уақытта шаршамайды. Үйді де тындырады, сырттың да жұмысын тындырады. Содан кейін өзінің қолына келетіндігіне, оның парасат пайымына көзі жетсе, жігіті оның да жұмыс істеуіне. Қазіргі кезде менің әйелім үйде отыр дейтін жігіттер аз, өйткені бәрі кредит алып алады, басқа алып алады, сөйтеді, екеуі де жұмыс істейді. Жұмысты одан кейін істей беруге болады. Ең бірінші, өзіңді сыйлайтын, өзіңді құрметтейтін, өзіңді бағалайтын, Құдай қосқан қосағыңды табып алу керек қыздарға. Ал енді қыздың ер жігітті енді барлық нелерді айтады ғой. Жаңағы еңселі бойлы, өткір көзді, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деп. Ал қыздарды әуестен артық ешкім бейнелемеген, Тоғжанды көрген кездегі Абайдың айтқан, міне осындай қыздарды екі бетін алмаға теңеген, үлбіреген тазалық. Әңгіме сұлулықта емес, әңгіме иманында. Сондықтан жар таңдағанда жігіттер Абайша айтқан кезде бай екен деп, бар екен деп байдың қызын алма, арзан екен деп кедейдің қызын алма, ары бар, ұяты бар, ожданы бар, ата-ананың қызынан қабыл емес. Оның материалдық әке-шешесінің байлығы Керемет, рахмет апай, көптен көп рахмет. Шын мәнінде бүгін міне сіздің шынды әңгімеңіздің куәсі болдық. Мына жерде енді оқып отырған көрермендер, тыңдап отырған тыңдармандар бар ғой, сол кісілер. Не қарап отырмын дегенмен біз солардың бәрін қамтыған сияқтымыз, ол кісілердің айтқандарын. Енді бұл жердегі негізгі тілектер сіздің аман болуыңыздың, сау болуыңыздың, осындай бейнеңізден таймауыңыздың, әрі де көп жасап, өзіңіздің бойыңыздағы көп жылдар жинаған, көрген, оқыған, білгендеріңізбен бүгінгі ұрпақпен бөлісуіңізді, ұзағынан бөлісуіңізді сұрап жатыр. Алайым солай болсын, апа. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Бізге уақыт қиғаныңызға, бізбен бірге осы жерде болғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Құрметті біздің көрермендеріміз, бүгін біздің кезекті сұхбатымыз қазақтың анасы, қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері, мұғалімнен бастап директор болып, одан кейін мемлекеттік іске араласқан, бүгінгі күнге дейін өзіміздің халқымыз үшін бар жанын салып, ортаға бөлісіп, ақыл кеңесін беріп отырған үлкен тау тұлғамыз, ардақты апамыз, асыл әжеміз Оразгүл Асанқызы, Асанғазы қызы, Асанғазымен бүгін біз сұхбат алдық. Әрине, апай, бұл сұхбатымыз бұл бүгін басы ғана. Әлде де сізден үлкен-үлкен әңгімелер күтеміз, тақырыптық әңгімелер күтеміз. Әжелеріңізбен сұхбаттасуыңызды, мұғалімдер қауымымен сұхбаттасуыңызды, аналарымызбен, қыздарымызбен, ұлдарымызбен, әкелерімізбен бөлек сұхбаттасуыңызды сұраймыз. Себебі өздеріңіздей кемеңгер тұлғалардың шын мәнінде, ол артық айтқаным емес, ақылын тыңдау бүгінгі күнде шын мәнінде осындай техниканы дәл осындай сұхбаттарға жұмсау, өздеріңізді тікелей сөйлесу, сұрағымыз, көкейіміздегі сұрағымызды қою, ойыңызбен тыңдау, сіздің ақылың кеңесіңізге құлақ бұру енді біз үшін үлкен ғанибет. Және басы ғана деп білеміз. Рахмет. Рахмет сізге көптен көп. Маған айтқан, бағаналы бері жазып атқан жақсы тілек тілегендерге Алладан қайтсын. Барлықтарыңызға Алла разы болсын, Алланың нұры жаусын. Өсірген ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Ұлдарыңыз ұлықты болсын, қыздарыңыз қылықты болсын.
әрбір адам сол балалары үшін өмір сүреді. Дарында оқытып, үміт күтіп отырған ұл қыздарыңыз тек қана сіздердің ұл қыздарыңыз емес, қазақтың көк туын аспанға желбірететін қазақтың нар тұлғалы балалары болсын. Кезінде Оразгүл апай айтып еді, соны орындап едім, мен мынандай болдым дейтін, тілек айтатын балалар болсын. Бүгінгі айтқан жақсы тілек, бір-бірімізге деген абай айтады ғой. Махаббаттан жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін деп, және хақ жолы осы деп, әділетті деп. Қандай жұмыс істемейік, қайда болмайық, ене боламыз ба, ата боламыз ба, отағасы, отанасы боламыз ба, адал болайық, бір-бірімізді шексіз сүйейік, бір-бірімізді сыйлайық. Азғантай ғана өмір, өзіңе не ойласаң, айналаңа соны ойласаң, саған тек жақсылық келеді. Сіздер мынау биікке жеткен адамдардың барлығы бір жаңағы не деп ойламаңыздар. Адамның өмірі өзінің қолында. Бір Алладан тіле, бір Аллаға сен, және өзіңе сен. Өзіңе сен дегенде жастыққа жатып алып, құр қиялдама, еңбек ет, адал еңбек ет. Барлықтарыңызға Алла тілектеріңізді берсін. Қанаттарыңыз қайрылмасын, самғап ұша беріңіздер. Айтады ғой, құста аспанға ұшыратын қос қанаты адамды қыран құстай қалықтататын асқақ арманы мен биік мақсат дейді. Армандарыңыз асқақ болсын, мақсаттарыңыз биік болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел ішінде бәріміз аман болайық. Келесі кездескенше. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет сіздерге, ұстаздар қауымының атынан рахмет. Көптен кейін бүгін шын мәнінде шынайы тағылым сағаты болды, тәрбие сағаты болды. Аман болыңыз. Келесі кездескенше Павлодарда сізді күтеміз. Жақсы. Жақсы сақтап қояйын, әйтпесе өшіп қалар. Жақсы айналайын.